Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода көз ауруларынан қалайша тез арылуға болады, жалпы көру қабілетін арттыру, көздің саулығы жайында айтамыз. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Көз айналаңызды әрі әлемді көру бақытын сыйлайтын ең маңызды мүше. Көзіңіз арқылы өзіңізді, жақыныңызды, сүйіктіңізді, бәрін көре аласыз. Кез келген заттың әдемілігін де, әсемдігін де, кемшілігін де көзіңіз көрсетеді. Сондықтан да өзі кішкентай ғана, бірақ бәрін көрсете алатын көзіңізді аурудан сақтаңыз. Көк шай көру қабілетін арттырады. Көзіңізді қырағы еткіңіз келсе, көк шайды күнде ішіңіз. Жылыдай көзіңізге тамызыңыз. Ұйқыға жатар алдында көк шайға мақтаны малып алып, көзіңізге басыңыз. Көк шай көру қабілетіңізді арттырады, қан тамырларды емдейді. Артық шлактардан арылтады. Ісінгенін басып, жанарыңыздың жасаурауын тоқтатады. Ол үшін бір шай қасық көк шайды бір стакан қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Жылыған кезде сүзіп алып, ем ретінде қолданасыз. Зімбір көзіңіздің саулығын сақтайды. Бір шай қасық ұнтақталған зімбірді бір стакан қайнаған суға салып тұндырасыз. Жылған кезде сүзіп алып, ішке қабылдасаңыз, саулығыңыз артып, жастығыңыз ұзақ уақыт сақталып, әрі көру қабілетіңіз артады. Алоэ жанарыңызды мөлдіретеді. Күлімдеген көз бен мөлдіреген жанарға ие болғыңыз келсе, алоэ шырынын қолданасыз. Ол үшін дәріханада сатылатын арнайы шырынды алыңыз, немесе өзіңіз үйде жасаңыз. Шырынды дайындау үшін үйіңіздегі алоэ гүлін 3 күн бойы суармайсыз. Белгілі күннен соң сығып, сөлін аласыз. Бір шай қасық шырынды ішке қабылдау арқылы жарқыраған жанарға ие боласыз. Сондай-ақ ұйқыға жатар алдында 2-3 тамшы көзіңізге тамызсаңыз, шаршағаныңыз басылады. Итмұрын көздің шаршағанын басады. 2 ас қасық итмұрынды 1 стакан ыстық суға салып, отқа қоясыз. 5 минуттай баяу отта қайнатып алып, салқындаған кезде таңертең және кешкі уақытта ішесіз. Осымен біздің видеомыз өз соңына жетті. Ескертетін жайт, халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.